күн, құрметті көрермен, эфирде қонақпен жүздесу бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Нұрила Нұрболқызы. Бүгінгі біздің қонағымыз Бекендримова Талдырған драма театрының актері Мейіржан Нұров. Студиямызға қош келдіңіз, Мейіржан. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы ойдағай. Қош көрдік. Мейіржан, жер жаннаты жетісудың Талдықорғаны Талдырған қаласының тумасысыз. Әңгімемізді балықшаңыздан бастасақ. Бала Мейіржан қандай еді? Оның менен сұрағаннан гөрі негіз әке-шешемнен, бауырларымнан сұраған дұрыс сұрақ шығар. Менің балалық шағым Ақсу ауданы Еңбек ауылы деген осы жер жаннаты жетісудың бір кереметтей кішігірім ауылында өткен. Сол жерде өстім. 7 жасыма дейін. Одан кейін осы Талдықорғанда Дәнеш атындағы қазақ мектеп-интернатына келіп 11 жыл бойы осы жақта білім алдым. Балалық шағымның 11 жылы деп айтсам болады. Енді есейгенге дейін осы Талдықорған қаласында өтті ғой, мектепте, интернатта. Жақсы. Студенттік шағыңыз қай білім ортасында өтті? Дәнеш мектеп-интернатын тәмамдағаннан кейін Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында музыкалық театр әртісі мамандығы бойынша Аманжанова Гүлнар Бекенқызы деген апайымыздың шеберханасында актерскийді оқып шықтым. Студенттік шағым сол Жүргеновте өтті ғой. Қандай ұстаздардан тәлім алдыңыз? Кімді үлгі тұтасыз? Енді бізде ұлағат ұстаздарымыз көп болды. Өнер академиясында болсын, мектепте болсын. Қандай тұлғалар дегенде, мектеп кезімдегі ме әлде? Студенттік шағыңызда. Студенттік шағымызда, бізде мастер деп атайды. Аманжанова Гүлнар Бекенқызы болды. Кураторымыз Құдайберген Бекіш болды. Ол жерде тек қана бір ғана мұғалімдерден емес, ол жерде көптеген профессорлардан білім алдық. Өнер академиясында қандай мұғалім істейді, сол кісілердің барлығынан білім алдық деп ойлаймын. Галина Жұмабековна деген апайымыз болды, вокалдан беретін. Майра деген апайымыз болды, сахна тілінен. Сахна қозғалысынан Жалынбек Ахан деген, Ернар деген ағайларымыз болды. Осы Қазақстанға танымал барлық осы өнердегі актер, актрисаларды тәрбиелеп жатқан мамандарды білім алдық. Қызықты студенттік шақты естеліктермен бөліссеңіз. Жатақхана, үйірме клубтар. Бізде енді жатақханада тұрдым мен 3 жыл. Қызық көп қой. Қайсы бірін айтсақ болады. Енді қызық өте көп болады. Енді өнер академиясының студенттерінің өмірі қызық деп ойлаймын. Ең қызықты студенттік шақ бізде шығады. Қарның ашқаны, өкінгенің түсіп алып, неге осы мамандық таңдадым деген нәрселер ғой. Соның барлығы қызық деп ойлаймын өзім. Жалпы актерлік жолыңыз қалай, неден басталды? Бұл жолға келуіме осы қазіргі Талдықорған қаласы Бекендримова драма театры бұрынғы Абылайхан көшесінің бойындағы сол театрға мектеп оқып жүрген кезімде барып, Еркебұлан Айдынбаев деген осы қазіргі біздің театрымыздың геройы, сол кісінің спектаклін көріп ойнаған. Ол кезде ұйқы деген спектакль болған. Сол спектакльден кейін мен өзімді таптым деп ойлаймын. Қандай жолға, қайда, неге баратын. Қанша жобаға қатыстыңыз? Біз білетін Бозторғай, Ақ пен қара, Інжу, Үйнелік сериалдары. Осы сериалдар әлі үлкен полный метрлік киноларға түскен жоқпын. Енді арманым, мақсатым бар, түсем деген. Ең алғашқы түскен жобам 2019 жылы академияны бітіргеннен кейін Інжу деген сериалға түстім. Дебютым болды. Содан кейін кішкене бағым ашылды, жолым ашылды. Киноның не екенін, қалай түсірілетін, площадка деген не екенін сезініп, түсініп, біліп қайтқан, үйреніп қайтқан көп опыт дейді ғой, опыт берген сол жер болды. Сол жоба болды. Одан кейін 2020 жылы Инелік деген сериал болды. Дәрігерлер туралы. Интерндардың өмірі туралы. Сол жоба, одан кейін бір жылдай менде бір тоқырау дейді ғой. Сондай болды енді бізде. Одан кейін биылғы жылы ғой, 2022-де
екі бірдей жобаға түстім. Ақ пен қара деген сериалға. Сосын қазіргі таңда өзіндік бір ерекше леп алып берген сериалдың бірі Бозторғай. Осы түскен жобалар. Жалпы рөлдерді қалай таңдайсыз? Қандай образ жаныңызға жақын? Таңдағанда біз таңдамаймыз. Біз таңдайды ол. Бірақ енді кастингтен хабарласқан кезде бізге бірінші сценарийді аламыз, оқимыз. Өзің сезінесің, түсінесің. Ол жерде бір ғана емес қой, бір рөлге 50 бала, 20 бала, 100 бала деген сияқты ғой, конкуренция ғой. Бұйырғаны келеді екен ғой, актердің бағына. Бағың мен бауың бірге қатар шауып тұрса келеді. Біз кинодан білетін Мейіржан көңілді қалжыңбас адам. Өмірде қандайсыз? Негізі сондай, кішкене студияға келгеннен кейін сәл жинаққа отырмыз да, елге, халыққа шығатын болғаннан кейін. Өзім табиғатымда мінезім ауыр деп айта алмаймын. Мінезім жеңіл, барлығына күліп қарсы аламын. Енді адам болған соң болады ғой, шаршайсың. Көңіл күйің болмайды деген сияқты. Проблемаларың болады. Сондай кездерде бір ұрынып қалатын кездер болады. Сол кезде біреу ашулы екен деуі мүмкін да. Ол адамды бір көргеннен тану қиын ғой. Біле жүре, көре жүре жақсырақ танисың деп ойлаймын. Киноға түсу барысында қызықты сәттер, есте қалған оқиғалар жайлы айтып отырсаңыз. Ол әрбір сахнаның өзі есте қалады ғой. Өзінің қызықтары болады. Әр сахнаның бір қиындығы болады ғой. Ең қиын алған жобаларымның бірі сол Инелік деген сериал болды. Ол жерде терминдар ғой. Мен өзім бір орысшаға қатты емеспін, түрім орысша қатты сөйлейтін сияқты, бірақ өмірде ондай емес. Енді орысшам мықты емес. Қазақи ортада өскеннен шығар. Бір қиын сахна болды. Бір 4 пациент келіп түседі. Сол жерде бір интерн біз бір келген науқастарды аламыз. Сол жерде бүйтіп укол салып атамыз. Укол емес, система қойып атамыз да, айтам. Есі бірдеңе деп сұрайды. Сен пациентіңге не істеу керек деген кезде. Менде бір сахна болды. Антигистамин, хлорапирамин, электрокардиограмма деген тексттер бар да ішінде. Сол тексттер андай ғой. Аллергия деген сөздің өзін. Аллергия деп ұрып жүрген кездер ғой. Сол кезде бір қиын болған, неше дубль болған сахнада, есімде қалып кеткен. Электрокардиограмма дегенді айта алмай қоямын. Мотор начали дейді, бастаймын. Есі бірдеңе дейді. Электро деймді, тоқтап боламын. Шықпайды ана сахна. Айта алмай қала берем. Сөйтіп қолыма жазып алдым. Электрокардиограмма. Қолым көтеремін да система салайын деп отырмын. Есі сенің келген пациентіңе не істеу керек дейді, мен электро. В общем, анау қиын болды. Просто так бір далаға шығып кеп, бір дем алды біздер режиссерлар. Бастадық. Электрокардиограмма деп айттым. Болды. Сонымен қалды. Енді қалай шыққанын білмеймін. Бірақ ана сахна бір секунд өтіп кететін сахна ғой. 2 секунд па, сондай қой. 3 секунд қой сақтыға. Бірақ сондай бір қиын болған сахнаның бірі болды. Сондай қызықтар болады өзі. Тілге жатпай қоятын сөздер болады деген сияқты ғой. Тумай қалады анау. Сол жағынан болып тұрады қызықтар. Тілге жатпай қалатын, тумай қалатын сахналар болады. Кинода қызықтар көп. Осы биылғы жыл Бозторғайға түскен кезде бір сахна болды. Режиссер осылай түсіреміз деді. Бір қатты, бір маңызды сахна емес. Ол да сондай ғой, 2 секундтық нәрсеге де, былай қарасаң, оны кәдімгі жарты сағаттап, 1 сағаттап түсірдік. Үстінен бір топырақтар түсу керек болады. Ана үстіндегі кісілер бар ғой, бүкіл группада 50-60 адам бір актердің артына жүреді, топырақ түсіреді. Бірінші түсіргенде соғыстағыдай түсіріп жатты үстіме. Бетін бәрін қайттан жуып, шаң-шаң болып. Сосын сол сахнаны жоба шыққан соң көріп отырмын ғой. Қалай болды екен, осы жерде не істейді екен десем, 2 секунд өтіп кетті. Бірақ сонша қиналған сахнаңда. Сондай қызықтар болады. Енді монтаж деген дүние ғой. Оның барлығын алып тастайды да, сен қиындығын көрінбейді ғой. Киноға көрерменнің алдына бір жақсы бір дүние барады, бірақ артында қиындықтарды. Сол қиындықтарды түсірген одан да қызық бола ма деп ойлаймын. Жалпыша кино түсіріліп жатқан барысын түсірсе, өте қызық болады сияқты сол процесс.
Театр әлде кино? Қайсысын жаныңыз қалайды? Енді біреу екеуінде қалайды деп. Енді біздің негізгі бітірген мамандығымыз театр актеріміз ғой негізі. Кино бұл біз үшін екінші қосымша сала, екінші қосымша табыс көзі деп айтсақ та болады. Бірақ екеуінің де өзінің атмосферасы бар, екеуінің де өзінің қызығы бар, екеуінің де өзінің қиындығы бар. Енді мен үшін екеуін бір екіге жарып айта алмаймын. Екеуі де ұнайды. Киноға түскенде ұнайды, театрда ойнағанда ұнайды. Ол жерде бір кейде болады, шаршайсың театрда жүргенде, рөлің шықпай. Сол кезде бір съемкаға кеткің келеді да, бір түсірілімге, бір жобаға кеткің келеді. Ол жобада қиналғаннан кейін бір ол жерде де шаршайсың ғой, тура театрдағыдай. Сол кезде ойлайсың, театрдың дұрыс екен ғой деген сияқты. Ол екеуі былайша айтқан кезде егіз ұғым сияқты мен үшін. Екеуін бөліп жара алмаймын. Былай ғой, театр негізінде көрерменді тірідей атмосфера сыйлайсың ғой, тірідей өмір бересің да, ол көзімен көреді, сезініп қайтады. Ал кино ол экран болады, ол жерде көп нәрселер әдемілейді, әрлейді деген сияқты ғой. Ал театрда қалай кетті, солай стоп, дубль деген жоқ та. Ал кинода ол жерде бір кішкене көрсетіп қалатын үлкен мүмкіндігің бар да. Ал театрда ол ойнап жатқан кезде бір атылған оқ сияқты ғой, оны қайтара алмайсың да. Ал кинода ол садақтың оқ сияқты, атасың, қадалған жер, қадалмаса барып қайттан аласың да, қайттан атасың деген сияқты ғой. Сондықтан өзінің екеуін де жақсы көремін. Екеуі де ерекше, театрда, кинода бөліп жарамын. Жақсы. Біз сізді актер ретінде танимыз. Біз білмейтін тағы қандай қырларыңыз бар? Ешқандай қырым жоқ. Мен өзімді бір таланттымын деп айтпаймын. Мен де бір кейде ойлаймын, өнерде бекер жүрмін ба деген сұрақтар келеді. Кейде өзім жатып ойланған кезде. Білмеймін, енді не бар екенін білмеймін, не жібермейтінін де білмеймін осы өнерден. Бір-екі жыл бұрын осы қояйын, осы бір жақсы бір мамандыққа бет алайын, осы ақшасы бар, дұрыстау деген сияқты нәрсе ойлар келеді. Бірақ кетем ау деп ойлаған кезде бір іштей жібермей тұрады ол нәрсе. Не күш екенін білмеймін. Бір ерекшелігім жоқ деп ойлаймын өзім. Ән айтпаймын, домбыра тартпаймын, гитара ойнамаймын. Көбісі бізде өнерде жүрген балалар, ағаларымыз, әпкелеріміз бір аспапта неде ойнап жатады. Мен өкінемін сол кезде. Неге осы кезінде бір мектепте оқып жүрген кезде бір домбыра тартып үйренбедім екен, неге бармадым екен деген сияқты. Бір аспапта үйреніп алуым керек еді деген сияқты бір іште қызғаныш болады. Белая зависть дейді ғой. Біреуге қарайсың да сыртынан. Ал біреуде ол тартқанмен, ән айтқанмен ода бір шеберлік болмайды деген сияқты ғой. Өнерде бір 100% анау дейтін адамдар олар, генийлар ғана ол. Барлық жағынан. Мысалы Қазақстанда Дәурен Серғазинді айтамын мен өзім. Актерлығы да бір төбе, басқа да кез келген заттарды құрастырып, жасап, Инстаграмнан неден қарап отырам. Ерекшелігі бар да. Енді біздің ерекшелік, мысалы атқа міну шығар. Атқа міну, мал бағу деген сияқты. Кішкене спортқа екеніміз бар. Сол жағынан ғана бір ерекшелік бар шығар, бірақ бір ерекшелік бар деп ойламаймын өзімде. Жеке өміріңізде жетістік қандай? Жетістік дегенде неге жеттім деген нәрсені жыл сайын өзім есеп беріп отырамын. Жылдың аяқталған кезінде желтоқсан 31 не істедім деген. Енді біреуден кейін біреудің алды болып жүрген шығармыз, енді жеткен жетістік дегенде. Әйтеуір тарихқа бірдеңе істеп кетіп жатырмын деп ойлаймын. Былай ғой, бағана айтып отырмыз ғой, қайттан оралайық бағана нәрсеге. Біз театрда ойнаймыз, көрермен келеді, қошеметін ұрады, кетеді. Ол бір сәт сол бір адамның өмірін өзгертуі мүмкін, бір адамның көзқарасын өзгертуі мүмкін, ол бірдеңе түйіп қайтуы мүмкін да. Сен жоқсың.
сол күні ойнадым, сол жерде қалды, сол атмосфера. Ал кино ол тарихта. Сен бір 40 жылдан кейін өзің жастық шағыңды көре аласың да. Мен мынандай болыппын ғой деп өзің таң қаласың да. Бір ертең дүниеден өтіп кеткен жағдайда да артында ұрпағын көреді да, мынау менің атам осылай киноға түскен екен деген сияқты. Кино тарих. Театрда тарих қой, бірақ оны көрген көрермен сол 2 күндік, 3 күндік, 1 апталық бір ләззатымен жүреді да, оны кейін ұмытып кетеді да. Ал кино тарих. Сондықтан қазіргі ойым тарих жасаған көбірек дұрысырақ деп ойлаймын. Алда сізді қандай жобалардан көре аламыз? Мақсат жоспарларыңызды бөліссеңіз. Алда жобалар, қалай айтсам болады. Біздің болашақ бұлыңғыр ғой. Не болатынын білмейсің да. Бірақ сәтте бағың мен бабың сай келсе, жарқ ете қалуың да мүмкін да. Болмаса жүріп жоқ болып кетуің де мүмкін. Бірақ енді шаршалаңда шын мықтыға тұсау жоқ дейді. Сондықтан алдағы жобалар, енді осы биылғы жылы Бозторғай сериал көрерменнің көңілінен шыққан жоба болды деп ойлаймын. Сондықтан енді Ұзынқұлақтан естуіміз бойынша Алла қаласа екіншісі түсіріледі деп отыр. Бозторғай 2 маусымы. Жоспар енді нақтыланса, алда бір жоба бар деп есептейік. Одан кейін бұйырғанын көреміз ғой. Әлі кастингтерден неге барып араламадық. Бірақ енді жазға қарай ғой, маусым басталады. Шақыртулар болып қалар шығар. Енді жақында біздің театрда, театр әлемінде айтатын болсақ, Гогольдің «Ревизор» деген спектакль қойылайын деп отыр. Бұйыртса, сол жерде басты рөлдегі жігіт Хлестаков соны беріп жатыр еді, составымыз, 2-ші состав. Енді бұйыртса сол рөлді алып шығамыз деген ойдамыз. Бұйыртса бұйырған. Мейіржан, алтын уақытыңызды бөліп, қонақ болғаныңызға алғыс білдіреміз. Сізге шығармашылық табыс, отбасыңызға амандық тілейміз. Ал құрметті көрермен, біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.